Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз қазіргі таңда хит болып жатқан тюльпан самсасын пісіретін боламыз. Бұл самса өте ерекше, түрі де басқаша болып шығады. Ол үшін ең алдымен 400 грамм ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Үстіне 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық шекер қосамыз. 1 жұмыртқамызды қосамыз. Сосын 200 грамм жылы суымызға бірінші қасықпен илеп алып, содан кейін қолмен илеп біріктіретін боламыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Илеп болған қамырымызды екіге бөліп, аз уақытқа тындырып қоятын боламыз. Тынған қамырымызды алып, ұн сеуіп, жұқа қылып жайып аламыз. Бұны жаям дегенше, кез келген сары майды ерітіп, суытып дайындап аламыз. Бізді жайып болдық. Енді оған сары майды тұтастай жағып, ширатып, орап дайындайтын боламыз. Жағып болып осылай орап, холодильникке жарты сағатқа, болмаса 1 сағатқа қойып қоямыз. Салафанға салып қойыңыздар. Салмасын дайындайтын боламыз. Мен үйдегі бар мантыдан қалған салманы пайдаландым. Салмасын өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Қамырымызды алып, бөлік-бөліктерге бөліп, оны дөңгелетіп, жайып дайындайтын боламыз. Ұн сеуіп, оқтауымызбен дөңгелек етіп жаятын боламыз. Енді осының бір шетін кесіп, кішкене салмамызды саламыз. Осы видеодағыдай айналдыра орап шығатын боламыз. Астын біріктіреміз. Сосын тікейтіп, тюльпанның бейнесіне енгіземіз. Түсінікті болу үшін қайталап көрсетейін. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша үлкендеу етіп жасасаңыздар болады. Менікі кішкентай болды. Өте оңай жасалады және дастарханда ерекше көрінеді. Жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Міне осылай түйіп, бәрін жасап шығып, үстіне жұмыртқа жағып, күнжіт сеуіп, әдемілік үшін 30 минутқа пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі. Менікі осылай пісіп шықты. Менікі 200 градуста 30 минутта пісіп шықты. Осындай әдемі, дәмді самсалар пісіп шығатын болады. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Алдағы уақытта пайдалы рецепттер салып тұратын боламын.